Мамандық таңдай білу, өзің сүйікті алған мамандықты оқып үйрену өте ол күрделі іс. Ол әркімнің қолынан келе бермейтін нәрсе. Тек қана кім ұзақ еңбектенсе, табысқа ұмтылса, сол ғана биіктің шыңырау шегінен көріне алады. Амангелді Құсайынұлы 1942 жылы Павлодар облысы Ертіс ауданының Үлгілі ауылында дүниеге келген. Өзі дүниеге келерден бұрын әкесі Құсайын соғысқа аттануға қағаз алады. Майданнан аман оралсын деп баласының есімін ырымдап Амангелді деп қояды. Алайда Құсайын көп ұзамай тұтқынға түсіп, 2 жыл тергеуден кейін 10 жылға сотталады. Ойламаған жерден неміс, жапон, Иран тыңшысы халық жау аттанады. Отбасы үшін қиын күндер туса да, өмірден теперіш көрсе де, бала Амангелді сонда да қайыспайды. Табандылық танытып, өмірінің мәнісін білімнен іздейді. Павлодардағы педагогикалық училищені тәмамдаған соң, еңбек жолын Суворов атындағы орта мектебінде математика пәнінің мұғалімі ретінде бастайды. Ал одан кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетіне түседі. Ол менен бұрын түсіп әскерге кеткен екен, ол кезде студенттерді әскерге алады. Екінші курсқа келіп, бізге келіп қосылды. Алдыменен факультеттің кәсіподағы ұйымын басқарды. Одан кейін университеттің кәсіподағы ұйымын басқарды. Сөйтіп жүріп, мынау о кезде әлеуметтік жағдай төмен студенттер көп болды. Әсіресе мына оңтүстіктен келген балалардың жағдайлары ауыр болды. Киім деген мәселе, Алматыда күн салқын. Тамақ мәселесі қиын болды. Сонда жаңағы кәсіподақтың бір беретін талондары болады, бағасы 35 тиын. Сол талондарды сол жаңағы тамыр танысына бермей, сол байқап жүріп, жаңағы қиналып жүрген студенттерге беретін де. Мы с Амангелдой прожили 54 года. Женились в студенческие годы, на выпускных курсах учились. Я на химическом факультете, он на историческом факультете. Амангелде вообще очень ответственный к этому моменту, когда мы женились. Он даже сумел получить комнату в общежитии. У нас была отдельная комната. Но через некоторое время, конечно, у нас родились дети, близнецы, Галия и Балхия. Конечно, были трудности, мы были молодыми, но Амангелды начал ездить в строительные студенческие отряды, чтобы заработать, в основном для нашей семьи заработать. Но, конечно, он имел еще и общественную функцию, такую социальную. Даже лет, наверное, 6-7 они ездили. Он был командиром строительного отряда, даже орден Трудового Красного Знамени он получил. В те времена такой значимый орден был. Мен ол кезде Казгуда істеймін, комсомол комитетінде, партия комитетінде. Сол кезде Амангелді Совет ауданында бізде куратор болды. Сол кезде таныстық. Біз енді дос болып кеттік. Дос болғанда адамдар біраз адамдар болды ғой. Жолдасбек жанында жүрген өзі бірнеше адам болды. Мен, Амангелді Құсайынович, Михаил Касимович Наурызбаев, Бақшан Тұрсы Жұмағұлов дегенде, Темірхан Досмұхамбетов, осы 5-6 адам болды. Өмекің жанында тынбай жұмыс істейтіндей. Сол Сақырдай сай жігіттер болды деп ойлаймыз. Таңертең кешкен жұмыс істедік, сол Амангелді сол қатарымызда болды. Нағыз іскерлікпен көзге түсті, Казгудың өсуіне сол кездегі үлкен үлес қосты. Еңбегі мол. Әйгілі академик, ғалым, сол кездегі Қазақ ұлттық университетінің ректоры Өмірбек Жолдасбековтың оң қолы проректор қызметінде жүргенде тағдыр Амангелді Құсайынұлын тағы да сынайды. Өзінің кітабында өмірде жақсымен жолдас болу бақыт, жаманмен жолдас болу тәжірибе, сатқынмен жолдас болу сабақ, ақылдымен жолдас болу Алланың сыйлығы екеніне талай көзіміз жетті деп жазғаны содан болар. 86 жылдың жаңағы тезіне бұл да ілікті. Тана өмекең болса да болмасын ілікті, бұл да ілікті. Жұмыстан босап қалды. Жұмыстан босатып жіберді сол кезде. Босатып жіберіп, кафедраға лаборант қылып жіберді. Әнекей, көрдіңіз бе? Проректор болып жүрген университеттегі басшылардың біреуін соны лаборант қылып жіберді.
Сосын бір кездескенде мен айттым, сен осының барлығын таста да, анау докторантура берсе беретін шығар саған, докторантураға кет. Казгудың өзінде докторантура сөйтіп жүріп ол сол докторлық диссертациясын қорғады. Ешкімді таптаған жоқ, ешкімді итерген жоқ. Қол ұшын беріп жүрді, шамасы келгенше. Көп адам көмектесті. Көп адам өсуіне кәдімгі ықпал жасады. Барып айтып, жауап айтып, баратын жерге айтып жүрді. Все дети, родственники обращались к нему за помощью. Когда он мог, он всем помогал. А когда не мог, он говорил: «Қолымнан келмейді, не обижайся». Вот так. Все мои племянники, сестры, братья, все его звали шефом. А үлкенірек кісілер по телефону позвонят и говорят: «Бастық үйдеме». Он сам по себе был, вот даже дома я иногда говорила: «Слушай, у нас не семья, а какая-то организация». Честное слово. Ол кісінің алдында, кабинетінің алдында еш уақытта кезек болмайтын. Бірден қабылдайтын, бірден шешетін, жедел. Не болады, не болмайды деп. Әрқашанда сол адамның көңіл күйіне, оның жағдайына қарап отырушы еді. Студент болсын, жай қатарда қызметкер болсын, белгілі бір қызметкер тұлға болсын, ол кісі адамдарды еш уақытта бөлген емес. Амангелді Құсайынұлы 1992 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Целиноград педагогикалық институтының ректор болып тағайындалады. Бойындағы күш жүгерін білім ордасының дамуына жұмсаған ол институтты Ақмола университеті етіп қайта құрады. Ал 1996 жылы президент жарлығымен оқу орны Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті болып құрылады. Сол кезде де ректорлық қызмет жауапкершілігі мол, білікті басшы Амангелді Құсайынұлына тапсырылады. Он очень беспокойный человек был, очень беспокойный человек. Он прямолинейный такой был. Когда, помню, мы приехали в Астану, он был ректором Гумилева университета, и туда приезжало много народу в связи с тем, что Астана переехала. Приезжали ректора, замминистры, они присматривали себе всякие здания, все. Он всех утром встречал, потому что они ему звонили, машины у них не было встретить. И он всех привозил утром, он мне говорил: надо завтрак. Где их, куда я их повезу завтракать? Значит, у нас был стол с вечера накрыт, заготовки плова мы делали утром, это он домой привозил, потом они по делам. Қай қызметте болмасын, Амангелді Құсайынұлы көшбасшылық қасиеті, ұйымдастырушылық қабілетімен білім ғылым саласындағы талай елеулі өзгерістерге жол бастайды. 2000-2004 жылдар аралығында академик Құсайынов Қазақстан Республикасы жоғары аттестациялық комиссиясының төрағасы, одан кейін Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының президенті болады. 2007 жылы кезінде өзі негізін қалаған Еуразия гуманитарлық институтына ректор болып келеді. Амосевич всегда считал, что в коллективе должна быть очень доброжелательная, теплая атмосфера. Он сам был очень требователен к себе, и эту требовательность он всегда определял к окружающим. Он доверял людям, а в то же время очень требовал с них за результаты деятельности. Если он приглашал на работу человека, назначал на ответственный участок, он давал ему полную самостоятельность, но и был требовательным. Он ждал результатов, потому что он верил в человека. Но в то же время я хочу бы отметить, что он создавал условия для реализации собственного потенциала. И каждый старался проявить свои лучшие качества в качестве члена команды или руководителя возглавляемым участком. Амангелды был замечательным отцом, замечательным, заботливым. Он так особо их не баловал, в смысле вот таких материальных ценностей, но он знал их желания и всегда старался выполнять. Учиться в хорошей школе, они у нас учились, языки изучали, спортом занимались. У Мадины 4 мальчиков, у нас еще 1 сын. Все 4 мальчиков прошли через секцию дзюдо. Амангелды говорил им: каждый мальчик должен быть смелым и решительным. Амангелді Құсайынұлы пенделіктен өзін биік ұстап, адамгершіліктің биіктігіне жеткен тұлға деп ойлаймын. Амангелді Құсайынұлы аудиторияда маған лекция оқып, дәріс берген емес. Мен көп басқа азаматтар сияқты Құсайыновтың өмір мектебінен өттім деп өзімді санаймын. Біраз жыл ол тұлғаның қасында қызмет еттім. Сол кісіге қарап, сап түзедім.
көп нәрсені үйрендім. Жоғарғы мектептің ұйымдастырушысы және басшысы ретінде Амангелді Құсайынның қасында жүріп қалыптастым. Амангелді Құсайынұлын темірдей тәртіпке баулыған спорт болса керек. Ол үй іші мен ұжымын да спортпен шұғылдануға барынша ынталандырады. Өзі басқарған қай оқу орны болмасын, үнемі жарыс ұйымдастырып, қол астындағы қызметкерлерінен де сайыстан қалмауды талап ететін дейді көз көргендер. Хочу сказать, что он очень обладал высокоразвитым чувством эмпатии, то есть сопереживания. И это проявлялось везде, особенно по отношению к студентам. Если, например, он выходил на территорию вуза, обязательно его окружали студенты или сотрудники. Все подходили с теми или иными вопросами, не только с вопросами какие-то решить те или иные проблемы, но и с предложениями. И он всегда спрашивал, как дела, какие вопросы, какие проблемы. И если возникали такие моменты, то он давал поручения оперативно решать их. Вот эта традиция, это оперативность в решении всех вопросов, доступность. Және оның кісінің тағы да бір қасиеті адамдарды бірден таниды. Бір психолог сияқты кәдімгідей. Адамды сөзінен, ісінен бірден танып, соған адамға сол баға беретін. Және ол бағасы объективті болатын көп жағдайда. Енді осы кісінің бір сөзі есіме түседі, міне алдында қарап отырсам өзім, сондай бір бұлай деп тікен жез бар. Дүние өзгереді, біз өзгерсек. Жақсылық, игілік пен алма кезек. Теңсіздік, үстем жерде адалдық жоқ. Өткенге топырақ шашпа, дәмі кермек дейді. Міне осы ойларды бізге таратып айтып отыратын кейде осылай. Өмір сабақ, өмір сын, өмір ащы шындық. Оның сабақтарынан еш қашан қашып құтыла алмайсың. Өмір мен уақыт тынымсыз кезең. Бұл өмір тағылым атты шағын өлеңдер жинағының алғы бетіне жазған Амангелді Құсайынұлының өз сөзі. Рас, қазақ поэзиясының төрінен шықпаса да, ол еліміздің оқу-ағарту және ғылым саласында ойып тұрып орын алған арда азамат. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген Абайдың пайым пәлсапасына бойлай білген текті тұлға. 5 күндік алдамшы өмірдің әр сәтін бағалай білген нағыз адам еді. Ізденімпаз ғалым, қамқор әке, адал дос, парасатты басшы, көрнекті қайраткер Амангелді Құсайынұлының есімі ел есінде мәңгі сақталады.